Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 115 сабағымыз сын есім. Сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Олай болса, сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақтың мақсаты сын есімдерді ажыратамын. Сурет бойынша мәтін құрастыруды үйренемін. 46-шы жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Самыркеш, ақшыл жолақтары бар, қоңыр қызғылт түсті орман құсы. Ол ұзақ уақыт бойы ағаш басында отыруды ұнатады. Ұя салар кезінде қалың орман ішіне енеді. Адамдарға көрінбеуге тырысады. Бұл құс көктем айларында шырша зиянкестерімен қоректенеді. Осылайша табиғатқа едәуір пайдасын тигізеді. Мәтін не туралы? Мәтін самыркеш деген құс туралы. Мәтіннің түрін анықта. Мәтін сипаттау мәтіні. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздер нені білдіреді? Бұл жерде қарамен жазылған сөздер: ақшыл, қоңыр, қызғылт. Бұған қандай деген сұрақтарға қойылады және сонда қандай деген сұрақтарға жауап береді екен. Мына жердегі ережеге назар аударайық. Заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атайды. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады? Мысалы, сұлу, жақсы, таза, қоңыр деген сұрақтар қойылады екен. Келесі 47-ші жаттығу: жұмбақты көркем жаз, шешуін тап. Сырты жасыл, дәні қара, іші қызыл, шырын ғана. Сын есімдердің астын дейді. Бұл жерде сын есімдер жасыл, қара, қызыл болады. Ал жұмбақтың шешуі: қарбыз. Жұмбақтың шешуін табуға қай сөздер көмектесті? Өзің қорытынды жаса. Жұмбақтың шешуін табуға бұл жерде оның негізгі түстері көмектесті. Жасыл, қара, қызыл деген біз түсіне қарап жұмбақтың шешуін таптық. Келесі 48-ші жаттығу: суреттер бойынша мәтін құрастыр. Бір күні Аю өзінің қонжығымен көл жағасына келді. Аю қонжығына суда жүзуді үйретпекші еді, алайда қонжық қорқып түсуге жасқанды. Әке Аю оның желкесінен тістеп көлге батырып көріп еді, ол жүзе жөнелді. Әке Аю қонжықтың ісіне дән риза болды. 49-ші жаттығу: кесте бойынша сын есімдердің мағынасына қарай топтап жаз. Түсі не байланысты? Жасыл, күлгін, боз деген түстер. Дәм: ащы, қышқыл, дәмді, тәтті. Көлем: ірі, ұсақ, үлкен, кіші. Пішін: домалақ, сопақ, сүйір. Сапа: жақсы, құрғақ деген болады екен. 50-ші жаттығу: ребусты шеш, шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра. Бұл жерде ребустың шешуінде таза деген сөз шығады. Ал енді бір сөйлем құрап көрейік. Мақпал таза оқушы. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.